Құданың қорлығы. Екі бай құда болса, арасында жорға жүреді. Екі жарлы құда болса, арасында дорба жүреді. Бай мен жарлы құда болса, айырылса алмай зорға жүреді. Бұрынғылардан қалған әрбір сөзде терең мағына бар екенінің тағы бір дәлелі осы әңгіме болса керекті. Әсем жолдасынан ерте айырылып, екі қызын жалғыз өзі бағып қақты. Сұм ажал жандосты бұл өмірден ерте алып кетті. Әсем ешкімге алақан жаймай, қатарынан кем қылмай, бір емес бірнеше жерде жұмыс істеп жүріп, қыздарының қалауының бәрін орындап, беттерінен қақпай өсірді. Қыздарының тәрбиесіне көп көңіл бөлетін. Соның нәтижесінде Сабина мен Айсара екеуі көрсе көз сүйсінер қыз болып бой жетті. Екі қызының да білімді болуына бар жағдай жасап жүрді. Аналарының арқасында екі қыз да жоғарғы білім алып, өз істерінің маманы атанды. Сабина балаларға тәлімгер болуды армандаса, Айсара адамдардың денсаулығы үшін күресуді жөн көрді. Екеуі де өз ортасына сыйлы, абыройлы болса да, үнемі жүздері мұң шалып жүретін. Екеуінің де ойында аналарының жалғыз қалуы. Міне, сол үшін де тұрмыс құрудан бас тартып, екеуі де жігіт атаулыдан бойларын аулақ ұстап, үнемі үйлеріне қарай қашады да жүреді. Бойларын үрей билеп алған. Әсем де әбден күйзеліп бітетін болды. Қыздарының жасы 25-тен асса да, тұрмыс құрмай жүргеніне өзін кінәлі сезініп, жанына маза берер емес. Екеуі де анасын уайымға салмау үшін үнемі әр басқан қадамын аналарына баяндап отырушы еді. Бұл жолы Сабина еш ескертусіз кешігіп жатыр. Телефонына қоңырау соғып еді, телефоны өшірулі. Айсара әпкесінің таныстарын бәріне қоңырау соғып сұрастырды. Оның қайда кеткенін тірі жан білмейді. Мұның жағдай өмірлерінде алғаш рет орын алып отырғандықтан, екеуі де әбден сасқалақтап жүр. Түнгі сағат 2-ге жақындады. Бір кезде есік ашылып, Сабина кіріп келді. Сабинаны көрген Әсем мен сіңлісі Айсараның өңі қашып тұрған орындарынан тапжылмай қалды. Өз көздеріне өздері сене алар емес. Сабинаны мұндай күйде алғаш көруі. Үсті басы жұлма-жұлмасы шыққан, құдды бір орманда адасып шибөрілермен шайқасқандай. Ендігін бас алмай әбден шаршап шалдығып, әрең есіктен кіріп, анасын құшақтап, еңкілдеп жылап жіберді. Қызым-ау, саған не болды? Мына түрің не? Кел отыршы мұнда. Әпке, міне су ішіп алшы, саған не болғам? Анашым деп әрең сөйледі. Өксігін бас алмай етегі жасқа толып жылаған. Әсем мен Айсара екеуінің көздері бір-біріне түйісіп, Сабинаға не болған сезіп тұрғандай. Алайда жағдай олар ойлағандай болмай шықты. Қызым, жетер енді, жылауыңды доғар, дереу жинал, полицияға барып арыз жазамыз. Анашым, сіз бәрін білесіз бе? Сіз бұлай боларын білдіңіз бе? Ненді білуім керек еді? Мені алып қашып кетерін білдіңіз ғой, иә? Не дейді? Сені біреу алып қашты ма? Қызым-ау, соны ертерек айтпайсың ба? Мен сенің абыройыңды біреу аяққа таптаған екен деп зәрем қалмады ғой. Өткен жылы сіз айтып жүрген ауылдағы танысыңыздың ұлы мені күштеп алып қашып кетті. Сен сонда сол жақтан қашып кеттің бе? Сенің денің дұрыс па? Жасың болса 27-ге келді. Неге қашып кеттің? Ол жігітті танисың, бөтен жер емес. Неге бұлай жасадың? Менің тұрмысқа шыққым келмейді. Неге? Не үшін? Сізді қимаймын, анашым. Біз кетсек, сіздің күніңіз не болмақ? Өмір бақи жападан жалғыз не істейсіз? Өмір бақи деген сөзіңе келіспеймін. Сөз бар ғой, жарлы деп айтпа. Пайғамбарға сөз тиеді, жалғыз деп айтпа, Құдайға тіл тиеді деген. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Мен жалғыз емеспін, жанымда бауырларым, әкеңнің туыстары бар. 2 балам көбейіп 4 болады емес пе? Біз сізге қарыздарымыз. Осы күнге дейін біз үшін өмір сүріп келдіңіз. Ендігі кезек біздікі. Сендер тұрмысқа шығуларың үшін мен өлім керек пе? Мүмкін сонда екеуің де тұрмысқа шығарсыңдар. Анашым, олай демеңізші. Мен сізді жанымнан артық жақсы көремін. Жарайды, тұрмысқа шық десеңіз шығайын. Ең бастысы сіздің аман болғаныңыз. Бірінші бақ, екіншісі сор бақ деген. Ақ босаға аттап, ақ орамал жабылған соң сол жерде қалуын керек еді. Ендігі жағдайың не болар екен? Әсем қыздарын құшағына қысып, марқұм жолдасын есіне алып көзіне жас алды. Қыздарының да әкелеріне деген сағынышы күн сайын артпаса басылар емес. Сабина сол күнгі оқиғадан соң мүлдем тұйықталып кетті. Араға жыл өтсе де ешбір жігітпен көңіл жарастыра алар емес. Ал Сабина болса өте көңілді қыз. Үнемі жан жағындағы адамдарға позитивті көңіл сыйлап жүреді. Өзінің сүйген жігіті де бар.
тек тәрбиеден аттамай әпкесінің тұрмыс құруын күтіп жүр. Ал сүйіктісі Әміре болса, ғашығын өз еліне келін етуге асық. Міне, бүгін де қос ғашық кәрі қыз атанған Сабина үшін тағы да ренжісіп отыр. Жаным, анам ертерек үйлен деп қыспақ қалып қоймай жатыр. Қашанға дейін осылай жүреміз? Мен саған айттым ғой, әпкемнен бұрын тұрмысқа шықпаймын. Әпкең мына жүрісімен қу тізесін құшақтап жалғыз өлетін шығар. Олай деме, оның жаны қалай күйзеліп жүргенін сен түсінбейсің. Әпкең тұрмысқа мүлдем шықпаса қайтесің? Неге шықпайды екен? Әлі өзі теңін тауып бақытты болады. Осыдан қарада тұр. Менің әпкем тұрмысқа шықпай қалатындай бір кемшілігі бар ма? Мен олай деген жоқпын ғой. Мені дұрыс түсінбедің. Асығыс болсаң басқа қыз тауып үйлене бер. Мен қазір тұрмысқа шықпаймын. Айсара ашуға бой алдырғаны соншама өзінің қаншалықты қатты сөйлегенін өзі аңғармай қалды. Оның әр сөзін анық естіген Сабина ақырын ғана сіңлісінің бөлмесіне кіріп келді. Әпке, келсеңші. Айсара сасқалақтап қалды. Айсара, сіңлім, сенімен сөйлескім келеді. Мен үшін бағыңды байлама. Әпке, сен дұрыс түсінбедің. Анамыздың арманы тым құрыса сен орында. Мен жасаған ақмақты сен қайталама. Басыңа қонған бақыт құсын ұшырып алма, сіңлім. Әпке, әр нәрсенің өз жолы бар. Мен тек сенен кейін ғана тұрмысқа шығамын. Ел жұрт мені ақ босағадан қайтқан, ақ орамалды аяққа таптаған деп жүргенде, қай ақмақ мені өзіне жар етеді дейсің? Анамызға қарашы, уайымнан шашына ақ түсіп, жүзін әжім басуда. Сен бақытты болуға лайықтысың. Бағыңды байлама. Мен саған еш өкпелемеймін. Керісінше, сен бақытты болсаң, біз де қуанамыз. Әпке, келші құшақтайын. Апалы сіңлі екеуі бір-бірін құшақтап жылап, одан соң ұзақ уақыт шер тарқатып әбден шүйіркелесті. Айсара әпкесінің ризашылығын алған соң иығын ауыр жүк түскендей өзін жеңіл сезінді. Іштей бұл сүйінші хабарын сүйіктісіне жеткізгенше асығып тұрды. Әпкесі шығып кеткеннен дереу Әміреге қоңырау соқты. Қуанғаны соншама уақытқа қарамаған болатын. Сүйіктісінің беймезгіл қоңырауын көрген байқұс жігіттің зәресі қалмай, даусы дірілдеп әрең жауап берді. Жаным, бәрі дұрыс па? Әміре, сен неге шошып тұрсың? Ойбу, кешірші мені. Менің қуанғаным соншама сағатқа мән бермеген екенмін. Сенен сүйінші сұрауға асықтым. Әпкең тұрмысқа шығатын болды ма? Жоқ, Алла қаласа ол күнді де көрерміз. Ендеше не болды? Әпкем маған өз жолын берді. Саған тұрмысқа шығуыма рұқсат берді. Рас айтасың ба? Иә, жаным. Ендеше үйдегілерге әпкем мен анаңды таныстырайық. Солай жасайық. Бұл түнде олардан бақытты адам болмаған шығар сірә. Болашаққа жоспар құрып, тәтті арманның етегіне еріп ұйқыға кетті. Бар болғаны бірер сағат көзілсе де, таңертең өмірге құштар болып, бақыттан бал-бұл жайнап, қолпырып, ерекше құлшыныспен жұмысына жиналған Айсараны көріп, Сабинаның да көңілі көтеріліп қалды. Әсем болашақ күйеу баласын көріп, оның отбасымен танысты. Құдағиы қарлығаш, өте өнегелі, парасатты, мейірімді жан екені көңілі көншісте, құдасы Мараттың өзімшілдігі көңілін құлазытты. Марат еліміздегі белгілі бір банктың ірі қаладағы кеңсесінің директоры. Дүние мансап болғанысы мүмкін солай болуы да керек шығар. Әсем екі қызымен тойдың дайындығына кірісіп кетті. Әкесінің орын білдірмеу мақсатында ағайын туыстары еш аянбай қызмет етуде. Әсем де осы күнге дейін қайын жұртының ешбір тойын жиыннан қалып қойған емес. Үнемі қолында барын алып жетіп баратын. Міне, енелі соның қарымтасын туыстары қайтарып жатыр. Ұзату күні белгіленіп қымбат ресторанда таңдап қойды. Той күні жақындаған сайын Әсемнің көңіл күйі болмай жүр. Қыздарына көрсетпей кейде жылап алады. Оның себебі Айсараның тұрмысқа шығып өсіп өнген ұясынан ұшуында емес. Үлкен қызы Сабинаның жанарындағы мұңды көріп, ет жүрегі езіледі. Қыз болған соң оның да дәл осылай біреуге ғашық болып, махаббаттың буына мас болуға хақысы бар емес пе? Қашанға дейін бұлай жалғыз жүрмек? Оның тағдыры неге бұлай болды? Осы сынды сұрақтар күндіз-түні маза бермейді. Жападан жалғыз ой үстінде отырғанда қызы Сабина жанына келіп жайғасты. Анашым, кел қызым, келе ғой. Неге соншама мұңайып жүрсіз? Айсара алысқа кетіп бара жатқан жоқ қой. Мен Айсара үшін еш алаңдамаймын. Нағыз ер азаматты жолықтырып, қамқорлығын сезініп жүр. Өз қызындай қабылдап, бар мейірім беріп жүрген алтындай енесі тұрғанда неге алаңдаймын? Ендеше сізге не болды? Мен сені уайымдап жүрмін. Қызым, сенің де бақытты болуға хақың бар. Жасың 39-ға келді. Неге кездескен жігіттердің бәрін бетін қайтара бересің? Бұл тақырыпты қозғағым келмейді. Өтініш, мені бұлай тергемеңізші. Қаша бер.
Осылай жүргенінде біреудің тоқалы болып немесе біреудің баласына өгей шеше болмасаң, сені отбасы құрмаған жігіт ала қоймасы анық. Тағдырыма жазылғанын көремін ғой. Сәбина бұл жолда анасының көкейіндегі сұрақтарды жауапсыз қалдырып қаша жөнелді. Әдеміне дегенше шулап жүріп тойда өте шықты. Айсара өз үйімен қоштасып, өзге елге келін атанды. Еңбекқор, пысық қызға келінді өмір аса қиынға соқпады. Дереу ақ үй шаруасын дөңгелетіп алып кетті. Екі жақты салт-дәстүрге сай жөн жоралғының бәрін жасады. Айсара өте бақытты еді. Көп уақыт өтпей, құрсақ көтеріп өмірге деген құштарлығы одан сайын арта түсті. Үнемі жүзі жайнап жүреді. Ата-енесінің ризашылығымен ақ батасын алып жүрген үлгілі келін атанды. Жұрт қызыға әрі қызғана да қараушы еді. Жүкті болғанына қарамай бар шаруаны өзі тындырушы еді. Бір емхананың бас дәрігері атанып балалардың денсаулығы үшін күндіз-түні ізденісте жүретін, жауапкершілігі мықты дәрігер атанды. Ай күніне аман есен жетіп, шекесі торсықтай ұлды дүниеге алып келді. Енесі үнемі немересі үшін барын салатын. Күндіз-түні жанынан шықпай, келіні мен немересіне күтім жасап жүрді. Қарлығаш пен Айсара екеуі бір-біріне өте бауырмал болды. Әсем мейрамханада аспазшы болып жұмыс істейтін. Таңнан кешке дейін тік жүретін болған соң, соңғы кезде балтыры сыздап жүрген жиі айтып жүр. Сәбина қанша рет үйде отыруын сұраса да жұмысынан бас тартпай қырсығып жүр. Айсараның ұлы енді ғана 2 айлық болғанда Қарлығаш отырған жерінде қисайып ұйықтаған күйі қайта оянбады. Тосыннан келген ажал бұл отбасын әбден есеңгіретіп тастады. Оның өлімі шешімі жұмбақ боп секілді. Дені саудан бірақ сәтте еш жер ауырмай көз жұма салуы миға қонымсыз секілді. Бәрі де бір Аллаға аян. Жаназасына жиналған елдің есебі жоқ. Айсараның жаны күйзеліп жүрсе де, үйде өзінен басқа әйел адам болмаған соң әрі-бері шапқылауға мәжбүр. Әсем 1-2 күн ғана жиен немересіне қарап, одан соң жұмысына қайта шығып кетті. Айсараның үйіне келер қонақтардың аяғы азаяр емес. Бұл шырылдап, жылап анасына күні тойы маза бермейді. Таңнан кешке дейін көңіл айтып келген адамдарға шай ұсынып шыр жүгіріп жүр. Әбден шаршап шалдықты. Күйеуінен рұқсат сұрап анасын көмекке шақырды. Анашым, марқұм енемнің 40 күндік асы. Өткенге дейін біздің үйде тұра тұрсаңыз деп едім. Немереңізге қарамасаңыз болмайды. Қызым, менің жұмысым бар ғой. Сол ақшаны мен ақ сізге төлеймін. Не азап сізге, аяғыңыз ауырып әрем жүргенде. Келіңізші, өтінем. Әсем қызының даусына әдем шаршағанын сезіп, жоқ деуге дәті жетпеді. Өзімен өзі емін еркін жүріп тұратын адамға бөтен үйде қону біраз қиынға соғары анық. Амал нешік? Ана болған соң қызы үшін келісім берді. Әсем күндіз-түні немересін бір жылатпай күтім жасап, жанын бір елі ажырамады. Әр бейсенбі сайын ағайын туыс жиналып ас берілді. Әсем негізі өзіне күтім жасап жүретін, өз жасынан әлде қайда жас көрінетін, фигурасы да 18 жастағы қыздікіндей әдемі келіншек. Танымайтын адамдар кейде Айсараға әпкең бе деп сұрақ қойып жатады. Немересіне бауыр басып, бұл үй мен үйдің адамдарына үйренісе бастады. Әйтсе де өз үйіне қайтуға асығып күн санап жүр. Өз шаңырағына оралуға аз ғана күн қалғанына қуанып мәз болып жүрді. Мінеки, көзді ашып жұмғанша 1 айға жуық уақыт зулап өте шықты. Айсара енесінің 40 күндік асына дайындалып жүр. Күн сайын базар аралап үйіне кеш түскенде келеді. Үйінің перделерін жаңартпақ болып тігіншіге пердеге тапсырыс берді. Кешкі астан соң жолдас екеуі перделерді алып келуге қаланың шет жағындағы ауылға кетті. Немересі түні бойы ұйқы бермейтін болған соң ол ұйықтағанда Әсем де шаршап ұйықтап қалады. Шырт ұйқыда жатқан. Кенет құлағының түбінде біреудің ыстық демін байқап шошып оянды. Өз көзіне өзі сене алар емес. Жанында құдасы Марат тұрды. Сіз не істеп тұрсыз? Денің дұрыс па? Әлде еліңіздің қазасы жаныңызды жепсіз есіңізден адастырды ма? Өлгеннің артынан өлмек жоқ. Тірі адам тіршілігін жасау керек емес пе? 2 жарты 1 бүтін болса қалай қарайсың? Сіз жынданайын депсіз. Кетіңіз кәне бұл жерден. Сен мені өз үйімнен қуып тұрсың ба? Қыпша белін қылпылдап, өзің менің нәпсімді қоздырдың. Есіңде болсын, тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген сөз бар. Осыдан қазір күйеу бала келсе, бұл ісіңіз үшін сізді аямайтын болар сірә. Аяғың ауырып әрең жүр деп естідім. Қане, құшағыма келші, мен саған өмір бойына жететін ақша берейін. Қайтесің өзіңді қинап жұмыс деп. Сенің харам ақшаңның маған қажеті жоқ. Марат сол кезде адам кейпіндегі хайуан секілді еді. Немересінің шырылдап жылағанына қарамай өз арам ойын жүзеге асырды. Құдағиын зорлап, төсектес болуға мәжбүрледі. Әсемнің күресуге шамасы жетпеді. Осылай жесір құдағи өз құдасынан қорлық көрді.
Еңкілдеп жылап өзін тоқтата алар емес. Қызы келсе болды, оны дереу күйеуінен ажыратып, бүкіл дүниесімен қосып мына үйден алып кетпек болды. Осыдан қазір қызым келсін, бұл үйде оны бір секундқа қалдырмаймын. Ұятсыз, алжыған шал. Мейлі, алып кете бер, одан менің ештемем кетпейді. Менің неше күндік өмірім қалды дейсің, бір күнде өлемін де қаламын. Балама басқа қатын табылар, ал сенің қызыңа не болады? Болашақта дәл сен секілді қорғансыз бұл біреуден жәбір көрмесіне кім кепіл? Мен келінге ризамын, оған еш зиян келтірмеймін, уайымдама. Бұл жөнінде біреуге жақ ашсаң, қиналатын тек қызың ғана. Ең алдымен сүйіктісімен ажырасуына мәжбүр болады. Тым құрыса, мына баланы аясаңшы құдағи, әкесі бола тұра тірі жетім болып жүреді ме? Алла жазаңды берсін сенің. Неменеге сонша долданасың? Кеуі өтпей қалатындай жас қыз емессің ғой. Аузыңды жап, әйтпесе сені бауыздап тастаймын. Қарғыс атсын сені. Әсем немересін бауырына басып етек жасқа толып жылады. Қартайғанда мұндай қорлық көрем деп ойламаған еді. Марқұм жолдасының алдында өзін айыпты сезініп, жаны әбден азапталды. Құдасының сөзінің жаны бар. Екеуінде бір аяғы төрде болса, бір аяғы көрде. Жастардың өмірін ойрандауға хақым жоқ деді ме, қызын келгенге дейін өзін реттеп, жуынып шайынып, немересінің сөтін ішкізіп ұйықтатты. Қызы келгенде өтірік ұйықтаған кейіп танытты. Таңертең ертемен ешкім оянбай тұрғанда бұл үйден қашып кетті. Қызыма зияның тисе ажалың менен болады деп құдасына хабарлама жіберді. Анасының бұл ісін Айсара түсінбей ұзақ ойланды. Анасы ауырып тұрмын, қатты шаршадым десе де сене алар емес. Әр сөйлескенде қайынатаң жақсы ма деп сұрағанда қызы тоқтамай мақтай жөнеледі. Сол түннен кейін Әсем ол үйге қайта қадам баспады. Енді міне араға 3 жыл салып, бірнеше күн бұрын ғана Мараттың жаназасына барып келді. Жүрегі қысылып қаза болыпты. Үйді көрген бойда сол түнгі қорлығы есіне түсіп, ескі жарының бетіне қайта тырналады. Алайда алдынан жүгіре шыққан немересін көріп, көңілі аздап көтеріліп қалды. Бұл құпияны мен өлгенше ішімде сақтауға дайынмын. Бәрі де қызымның бақыты үшін. Оны мен кешірмесем де Алла кешірсін деді. Құдаға жармасам да алтындай күйеу балдарым бар. Сабинада тұрмыс құрып, күйеу балам екеуі біздің үйде маған қамқорлық жасап, бірге тұрып жатырмыз. Міне, өмір осылай өте береді екен.